Здравия желаю. Мир вашему дому, благополучию. Сегодня у нас в гостях сам великодушный Оскар Лясов. Добрый день, Оскар. Қайырлы күн, Талғат. Рахмет шақырғаныңызға. Да ты чё, Оскар, ты чё? Казахский знаешь, что ли? Қазақша мектеп бітірдім, мен қазақ емеспін ба? Да ты чё, он казах, что ли? Я в шоке. Серьезно, что ли? Қалжыңдап жатрсың ба? Жоқ, мен сені орыс деп ойладым оны. Жоқ, негізі мен бір осында келген бір мақсатым бар еді. Мысалы, Талғат, сіздің сұхбатыңызға келіп, Да. кішігірім сіздің аудиторияңызға мен қазақ тілді актер ретінде таныстырғым келіп тұр. Және менде бір мақсатым бар. Осы сұхбатта бір орыс сөз айтпай, таза қазақша сұхбат құрып енді тырысамыз деп ойлаймын, бірақ. Я в шоке, ребята, это... Мен таңғалып шынымен. Мен сізді бір... Неге? Орыс па деп ойладым. Орыс. Орыс қылсам ба мен? Орыс... Прям орысша сөйлейсіз ғой. Жоқ, орысша да сөйлеймін, иә. Қазақсыз, иә? Қазақтың, иә. Руым қыпшақ. Ру бар еще сізде. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан деп айтыңызшы. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Мен шок, достар. Асқар Ілиясов. Қазақ. Онда қазақша бастайды, онда мен зачем орысша айтып отырмын? Көрейік. Мықты актер, тума талант. Мен үшін енді фильмдерін сүйіп көремін. Ди Каприо жайлы айтып отырмын қазір. Мен Ди Каприоның демесін сүйіп көремін. Ал бүгін бізде қонақта Асқар Ілиясов. Қош келдіңіз. Рахмет. Мен енді ренжімеңіз, орыс дегеніме просто енді Ресейде былай өзім көргенге мен сізді орыс деп ойлағам ғой. Еще сіз актерлықты сол жақта оқыдыңыз, иә? Мәскеуде? Мәскеуде. Ресей ол, иә? Демек сіз Путиннің қолшоқпарсыз. Оны қалай қостыңыз? Жоқ, енді Ресейден. Путиннің қолшоқпары емессіз ба? Жоқ. Демек Путинге ешқандай қатысыңыз жоқ. Жоқ. Болды онда. Жаңағыдай басынан анықтап алайық деген ғой. Кім дұрыс, аха. Мүмкін деген ғой. Логикалық сұрақ. Алфавиттің бірінші әрпі мен соңғы әрпін қосып бір уақытта бірден айтыңызшы. Ая. Қалай? Ая. Логикаңыз бір уақытта деп тұрсыз ғой енді. жоқ. Бірден емес енді бүйтіп. Бірден. Да, иә, қосып бүйтіп. Я. Шықты ма? Логикасы не деп? Ая дедіңіз, иә? Иә. Құрметті достар, енді мен өз бастап тұр. Мен ешқандай да айтқан жоқпын. Өзіңіз бастап тұрсыз. Бұл сұраққа итермелеп тұрсыз мені. Жоқ. Асқар. Иә. Асқарик. Исконь. Асқарик. Ая Шалқар. Иә, бұрынғы қызыңыз. Ая Шалқармен бұрын енді қыз жігіт болып енді жүрдіңіздер, иә? Не үшін айырылысып кеттіңіздер? Өте жақсы сұрақ. Болмай қалды енді. Болмай қалды, иә? Қазір уже үзіліңіздер толықтай, иә? Араласпайсыздар.
сонда Ая Шалқардың қазір басы бос, иә? Солай шығар, білмеймін. Мен сөйлесе берсем қалай саған? Маған? Иә, нормально. Мен сөйлесе берсем. Сөйлесе бер. Жазира ше, сен өткенде жазирамен отырып кішкенде Жазира болмай қалды ма? болмай қалды. Тура мендікіндей. Иә. Болмай қалды. Болады. Түсінемін, сен көңіл алма. Соны кімнің Ая Шалқардың номерін бере саласың ба? Бере алмаймын, ол дұрыс емес ау. Жақсы. Бәрі тауып аламын ғой, мен просто айтып жатқаным. Оскар номинациясы жоқ, Әлі күнге шейін. алған жоқсыз. Мен де алған жоқпын. Екеуміз сонда дәрежеміз Теңдеп тұрсыз ба? актерлықта. Мен енді кішігірім жақынырақ сияқтымын Оскарға сізден гөрі, ренжімесеңіз. 1-2 қадам. Солай ойлайсыз. Меніңше. Енді 1-2 қадам, прям сондай сенімсіз өзіңіздесің ба? Иә. Маған бір 19 қадам керек болып тұрса, енді 21-22 қадам шығар деп ойлаймын. Өз басым. Түсінікті. Негізі бірақ қадам емес, прям ұзақ қой негізі. Самолетпен отырып. Километр. Ұзақ. 19 адаммен мына жерде Мерей деген магазинге барасың ба? Жоқ, енді мен образ ретінде, метафора ретінде сізге. Метафора. Метафора. Бұл орысша сөз емес пе? Метафора? Жоқ. Халықаралық сөз сияқты. Метафора. Комментарий жазып кетіңіздер. Орысша сөйлеп отыр ма екен? Әлде сіз просто жаңа енді уәде бергеннен кейін айтып отқан ғой? Иә, дұрыс. Жоқ, рахмет. Үлкен тәжірибе. Сіз енді кішкене мен туралы, енді мен артист ретінде, бір тұлға ретінде кішкене мені ашатын сұрақ қойсаңызшы. Мен таныстырғым келіп тұр. Мынау орысша кино қарамайтын аудиторияңызға. Есім Асқар деп, Ром Қыпшақ. Зачем орысша кино қарамайды? Мы смотрим же. Да, мы это... Қандай кино қарадыңыз? Меня зовут Кожа. Вот. Орысшасын көрдім. Бір интервьюіңізде есіміңізді еркелетіп айту ұнамайды деп айтқан екенсіз. Неге олай? Скарик. Сколь? Неге олай? Ске. Скарбинка. Егер, мысалы, Оскар деп айтып қалдық. Оскар номинациясын, мысалы, жеңдік деп есептейік, сіз жеңдіңіз. Мысалы. Енді елестету қиын болса да, көрініс елестетіп, мысалы, жеңдіңіз да, осылай сахнада сөз береді ғой сізге. Вот сол бірақ секунд берсе, мысалы, не айтар едіңіз? Уақыт бітті, Асқар. Тағы бір шанс. Басынан ойлану керек. Асқар. Оскар. Айттым ғой басында, бірақ секунд. Біраз сізден бір негатив сезіп тұрған сияқты. Жоқ. Ондай жоқ па? Сіз көбісі красавчик дейді екен, Сіз олай санамайсыз ба? Соны мен түсінбедім. Мысалы, желіде де мен көріп қалдым да. Желіде? Желі. Асқар. Көріп қалдым желіден ең Қазақстанның сымбатты жігіттері деген список шықты да. Сол жерде прям алдыңғы қатарда тұрсыз. Соны мен өзім түсінбедім, не үшін олай, ол тізімді кім жасады деген ғой. Неге қарап жасады, қандай критерийге қарап. Мен былай сізге енді қарап отырып, бағанан бері ондай бір қарапайым
иә бір алып баратқан ондай бір красавчик деп ондайды көріп тұрған жоқпын мен енді ренжімеңіз енді сіз жоқ мен бетке айтып жатқаныма бірақ қызығушылық деген жоқ па сізде андай ешқандай кішкене қызығушылық емес мен керісінше көргім келеді да сізден сол бір бәрі айтып жүрген бір красавчик деген бір сымбатты деген көргім келеді сізден бірақ мен көре алмай жатырмын енді ренжімеңіз енді керісінше ренжитін нәрсе емес қой керісінше бет симметриясы енді қатты айтсам ренжімеңіз бірақ онша емес деу ма білмеймін енді сымбаттылық ешқандай мүмкін мінезіңіз жақсы шығар жалпы бір андай позитивті түрде өтетін интервью болады деп ойлағанмын да негізі жоқ ондай бәрі позитивно деп ойлап отырмын мектепте қалай оқыдым ана институтты қалай бітірдім кішкене өзі туралы айтқым келіп тұр да сіз тура жүрегіме тиіп жатқан сияқтысыз ба инемен тығып былай өзімді онша емес сезіп тұрмын шынымды айтсам мектепте оқыған не керегі бар мысалы мектепте оқыдым 5-ке оқыдым беске оқыған жоқпын қызық қой енді 5-ке оқыған жоқпын мысалы 4-ке оқыдым дейсіз ба 3,7-ге оқыдым ойбай қызық жақсы сұраңыз онда сұрағыңыз қандай маған тиісіп тұрған сияқтысыз жоқ мен просто енді әдемі бәрі әдемі дейді да соны кім олай айтатын бүкіл жер красавчик ой мықты енді бәрі айтып жүрген әдемілік не ол соны білгім келіп шақырып едім соншама бір жарайды қоя салайын қоя салайықшы асқар енді сіз түсіріп кетсеге болады ма өтініш пожалуйста ренжімейінші просто түсіріп кетсек деп қыздар едім мына жерде сұхбат болып жатыр сұхбат ренжімейінші енді просто қазір сіз түсіріп кетсіз знаешь күнде болмайды ондай возможность беспредел какой то не үшін түсіп ештеңе жатыр етпейді енді қайтадан түсіре саласыздар ғой асқар ғой енді етпейді көп просто көрдік те енді өте салып ренжімеңізші енді рахмет асқар рахмет мектепке салғансың ба назарыңызға рахмет асқар болса не болады екен соншама неге түседі мен түсінбеймін сенімен қарындастарыңыз ба танымаймын мен мүлдем ренжіп жатсыз қайдан кіргізіп жібердіңдер бұл қыздарды не үшін кірді асқар ғой енді деп не үшін мен түсінбеймін вообще көңіліңіз түсіп кетті ғой көңіліңіз жоқ бәрі жақсы су ішесіз ба лимонмен жоқ саясат туралы сұраққа қалай қарайсыз сұраққа қызығушылықпен қараймын жауапқа былай кішкене көрейік енді қорғас қоя бәрібір бар енді бар ғой осындай мен не үшін осындайсыздар танымал адамдар танымал адамдар не үшін осындайсыздар саясат десе қорқып айтқысы келмей керісінше халыққа сіздер айтпайсыздар ма осындай деп қоя берейін ба сұрақ көрейік енді бақанас ауылының әкімі берік Қарамырзаевтың саясаты жайлы ойыңыз жалпы ол кісінің саясатымен таныс емеспін ұят шығар енді қазақстан білмейсіз ба сонда берік Қарамырзаевты сіз шампунь Head and Shoulders дейтін шампуньді өзіңіз жарнамалайсыз амбассадорсыз иә мақтайсыз әрдайым инстаграмнан көріп тұрамын қайызғаққа қарсы нөмірі 1 су сабын деп айтамын иә қайызғаққа қарсы нөмір 1 соны негізі бір тексеріп көрсек қайтып тексереміз мына жерде мен басым шығамын сосын сіз су құйып тұрсыз сосын айтамын нақтысын мен просто ондай сөйтейік халыққа ашығын айтқым келеді да эксперимент жақ эксперимент сөйтейік болды сұхбаттың соңында бас жуамыз әдемілеп тұрып иә келістік пе кестік асқар мынау сіздің паралимпиец фильмінде шаңғы
теуіп үйрену сіз үшін қиын болған жоқ па негізі? жоқ, мүлдем қиын болған жоқ. Иә деп айта аласыз ба? Асқар, өтініш. Өтініш. Иә деңізші, болды. Бірақ ауыз сөз. Иә. жоқ, өте жеңіл, мындай көп болды. Асқар, өтініш. Иә деңізші. жоқ. Мотивация қандай менде иә деуге? Не үшін біз кішкене андай конфликтқа келіп тұрған сияқтымыз, мен не үшін иә деймін? Жоқ, иә десеңіз күшті болады. Кімге күшті болады? Бәріне күшті болайын деп тұр. Ақша табайын деп тұрсыз ғой. Бөлісесіз ба? Бөлсем, бір қанша мысалы? 2000. Қайта. Асқар, паралимпиец фильмінде шаңғы теуіп үйрену қиын болған жоқ па негізі? Өте қиын болды. Қиын болды ма? OneFit арқылы егер шаңғыны үйренсеңіз оңай болатын еді. Вау, OneFit қосымшасы арқылы. рахмет. OneFit актерлық шеберліктен басқасының бәрін үйретеді. OneFit абонементін алып, 1000 зал 100 спорт түріне қатысыңыз. Жаттығумен қатар өз денсаулығыңызға байланысты талдаудан өтіп, дәрігерден консультация алсаңыз болады. OneFit өте керемет, күшті, әйбат. Сізді енді елімізде бәрі мықты актер деп айтады. Кім? Айтады дейсізді. Ойбай, Мәскеу бітіріп келген, андай. Ойбай, Асқар Ілиясов деп сондай ғой енді бәрі. Кім? Адамдар, жұрттар. Сол мықты болсаңыз енді неге мына фильмдерге шақырмағансыз деп мен соны сұрағым келеді. Егер шын мықты болсаңыз, мына фильмге неге шақырмаған? Гәп деген фильм. Гәп? Тамаша фильм мысалы. Сыныптас деген фильмге не үшін? Көз тимесін деген фильм шықты. Хотя бы соған неге шақырмадыңыз? Мен ғана білейін, продюсерден сұрау керек. Ақшалар жетпеген шығар маған. Жоқ, мықты дейді да. Білмеймін енді. Хотя бы басқа вариант жоқ деген фильмге шақыру керек еді ғой. Жалпы Голливудте енді ол жақта ұзақ дайындалады ғой енді рөлге прям. Сізге қарап отырмын, бір рөлге дайындалып жүрген сияқтысыз, бір андай. Қандай? Ай, тиісесіз ма? Қандай? Енді жоқ, тиіспеймін. Жағымсыз рөлге дайындалып жүрген сияқтысыз. Жағымсыз? Жағымсыз. Арам тамақтау ма? Арам тамақтау деген енді сөздің семантикасын түсінбей тұрмын. Енді сіз өйтіп терминді айтып керек емес, семантика, жоқ, метафора деп. Мағынасын түсінбеймін. Мән қандай оның сөздің? Тәкаппар, жатып жер. Байдың баласы бір өзінше болып қалған. Нашар адам. Нашар адам? Сондай дайындалып жүрген. Жоқ, мен просто сізге қарап отырмын. Жоқ. Ондай дайындалып жүрген жоқсыз. Жоқ. Қолтықтан иіс шығатын адам сияқты ондай дайындалып жүрген жоқсыз сондай. Болды онда. Талғат, біздің сұхбатымыз бір басқа жаққа кетіп қалған сияқты. Қайда? Басында айтып едім ғой, менің мақсатым ол өзімді аудиториямен таныстыру. Танысып жатырмыз. Мүмкін бір керіс танысып жатқан сияқтымыз. Білмеймін, бәрі жақсы кетіп жатқан сияқты. Мысалы, қазақи аудиторияға Асқар қазақша сөйлей алады, сұхбат жүргізе алады. Мысалы, анау қазақша кино түсіретін продюсерлерге Асқар қазақи, ол да қазақи актер деп кішкене андай сұрақтарым басқа болып еді ғой. Мен басқа сұрақтарға дайындалып келгенде сіз ая туралы не үшін сұрап тұрсыз, біз келісіп қойғанбыз, жеке өмір туралы сөйлеспейміз деп біріне ыңғайсыз түрде. Сіз қазақша сөйлесіп отырсыз ғой, иә?
иә болды көріп отыр ғой енді. жоқ сұрақтар басқа болды ғой Ол енді сұрақтар әшейін қалай фонда кете береді ғой. а Фонда кете береді ғой. жоқ кеше ғана маған жібердіңіз қалай ондай Жоқ, ол кеше жіберген сұрақтар енді ол уже оқып тастадыңыз ғой, қызығымыз. Ол не үшін жібердіңіз онда просто а просто жіберген ғой. просто Иә. Но қазір уже қызық жай болып жатыр. сұрақтар шығарып маған чатқа жіберіп оқи сал деп па мен сұхбатта басқа сұрақтармен келіп деген сол ма Оқи сал деген жоқпын. Оқыңыз дедім. жоқ просто деген не ол мен Енді оны қазір қойсам уже бәрін білесіз ғой, қызығымыз болады ол сұхбат. Мына жерде қызық та, интрига бар. жоқ мен сезім андай алданып қалған сияқты мындай Алданып қалған сияқтымын дейді. дұрыс айттым ба негізі алданып қалу деген Иә. Жоқ, алдаған мен ешқандай нем жоқ, алдаған жоқпын сізді бәрі. Сұхбат ашық. жоқ ашық болғанда сен сұлу дейді сен түрің онша емес андай мындай гей ойнағансың жоқ өзіңіз енді ойлаңыз иә енді мені сол аудиторияға мен мақсатым енді басқаша болды енді мен сол аудиторияға бір жағымсыз түрде көрсетіп жатқан сияқтысыз соған кішкене ренжіп отырмын Жоқ. болған шығар интервью Все. Ау. бітірдік па енді сұрақ біткен шығар деген ғой сұхбат болмай қалды Жоқ, қазір бір не қалды. бітіре берейік астанаға кету керек Жоқ, сонда маған оңай деп тұрсың ба, Асқар? жоқ болмай қалды Сонда маған оңай ма осының бәрі? А? Бәрін осыны істеу мен үшін не сонда? Ерігіп жүрмін ба мен? Квартира қымбат қазір. Жүрек жоқ па менде әлде? Мен елімді не көтеріп жүрген жоқпын ба? ол сен маған не айтып жатрсың мен не күнәм бар мен Просто маған оңай дейсің ба а Талғат маған оңай дейсің ба жоқ маған оңай дейсің ба орыс деген не ол мен сені орыс деп ойладым маған мен жүрегіме тимейді дейсің ба ол намысыма тимейді дейсің ба мен қазақпын мен руым қыпшақ мен әкем қазақ жоқ, енді неге маған да тиісіп жатсың ғой сен қайта-қайта? Мен не кінәм бар? мен саған тиісіп жатқан жоқпын сен өзің бастадың Сұрақтарың сұхбатқа шақырдың мен келдім келгесін сұраққа жауап беру керек та, дұрыстап. қазір сөйлесерміз камера өшсін сөйлесерміз Бол. Ойбай. жақсырақ жүр арт жағын Дұрсап. Әзірге қарай. Дұрсап құйсаш. Кетті ма? тоқта кеткен жоқ Салқын болып кетті ғой. қалай екен
сияқты. кетті. Қайзақ жоқ. Кеткен сияқты. Все. Достар, если что, херн шолдерс.